Кейбір бауырларымыз имам Бағауи рахмаллахтың тәпсірден бір кішкентай үзіндісін келтіріп, өздерінің ақидасына сай келеді деп келтірген екен. Соған қатысты имам Бағауи рахмаллахтың толықтай тәпсірінен көзқарасын келтірсек. Имам Бағауи рахмаллах А'раф сүресіндегі 54-ші аяттағы Алла тағаланың астағфирулла сумма става алал арш деген аятқа қатысты айтады. Qaulal kalbi va muqatil, kalbi muqatil айтты деді, истақарра, яғни орнықты деп айтты деді. Яғни kalbi мен muqatil бұл мужассимдер, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсататындар. Истақарра деп айтты деді, яғни орнықты деді. Ал бір орнықты деп айтатын бұл осы сәләфи бағыттағы ғалымдардың сөздері бар негізі. Орнықты деп айтатын. Ал имам Бағауи рахмаллах айтып отыр, өйтіп айтатындар мужассимдер, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсататындар. Абу Убайда айтты деді, сауада көтерілді деп айтты деді, ва ауал муътазил ал-истива бил истила деді. Ал муътазила болса истиваны истила, яғни иелігіне алды деп айтты деді. Кейін айтады: "Ва амма ахли сунна фа яқулуна ал-истива ал-арш сифатун лиллахи та'ala била кайфин яджибу али раджули ал-иману бихи ва якилу ал-илма фихи ила Аллахи азза ва джалл" деді. Ал енді ахли суннаның көзқарасы болатын болса, истиваға қатысты айтамыз, бұл Алланың сипаты, бірақ ешқандай кейіпсіз, била кайф деді. Ешқандай кейіпсіз. А бұлар болатын болса, била кайфті, яғни Алланың кейпі бар, бірақ білмейміз деді. Ал бірақ та имамдарымыз кайфқа қатысты, Алла тағаланың кайфиятына, яғни болмысына қатысты, бейнесіне қатысты била кайф, яғни мүлдем жоқ деп айтқан. А бұлар болатын болса, бар бірақ білмейміз деді. Имам айтып отыр, била кайф. Және де адамға болған иман келтіру міндет деді, және де оның ілімін Аллаға тапсыру міндет деді. Яғни бұл имам Бағауи рахмаллахтың көзқарасы, яғни осы сипаттарға қатысты, бұл Алланың сипаты, бірақ оны біз жаңағындай кайфия бермейміз деді. Кайфияты бар, яғни қалай екен білмейміз деген секілді бұрмалайды. Бұл ахли суннаның көзқарасы деді. Және де бұл имам Бағауи рахмаллах имам Маликтің осыған қатысты оқиғасын келтіреді. Білеміз баршамызға, имам Малик осы истава деген қалай деген кезде имам Малик ашуланып айтады, расында истива деген нәрсе гойру маджхул деді, яғни белгілі Құранда келген. Бірақ айтады, вал кайфу гойру маъқул деді. Ал оның кейпі гойру маъқул, яғни ақыл көтермейді деді. Мүлдем кейіп деген нәрсе жүрмейді деп жатыр. А бұлар келетін болса, гойру маджхул деген риwayat алып келеді. Ал имам Бағауи гойру маъқул деген риwayatты алып келіп жатыр. Және де имам Бағауи айтады: Руян Суфян Сауриден де, имам Аузаиден, Лейс ибн Саад, Суфян ибн Уайна, Абдулла ибн Мубарак секілді ахли сунна ғалымдардан келеді деді. Осы муташабих сипаттарға қатысты дейді. Яғни имам Бағауи рахмаллах истиваны муташабих деп жатыр. Ал бұл бауырларымыз болатын болса, истива деген муташабих емес, мухкам, яғни анық аяттардан деп айтады. Имам Бағауи керісінше муташабихат сипаттардан деп айтып жатырды. Олардан келген сөз деді, амируха кама жад била кайф деді. Қалай келді солай өткіз, ешқандай кейіп берместен деді. Сондықтан да бұл бауырларымыз не істеп жатыр? Имам Бағауи рахмаллахты мойындайды, бірақ та сөзін бұрмалап келтіріп жатырды. Сондықтан да толықтай ақиқатты ашатын болсақ, имам Бағауи рахмаллах біздің мазхабта болған, сәләфи болмаған, вахабилік ақиданы мүлдем ұстанбаған, керісінше оларды мужассим деп айтқанды, яғни олардың көзқарастарын сондай Алланы ұқсататындардың қатарынан келтірген. Сондықтан да имам Бағауи рахмаллах жайында сөйлеп керек емес еді.